Бәріңізге сәлем. Құрметті оқырман, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаға басып, қазақ арнасының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Жалғыз ұл. Жапар ағайды мен ертеден танимын. Жас ортасына келіп қалған, жоғары білімді, көргені көп, көзі ашық, көптірмесі жоқ момын, көпшілікке қадірлі адам. Аса шежіре, сөзшең болмаса да, кімді де жалықтырмайтын әңгімешіл кісі. Сол әңгімесіне қызығып, жұмыстан кейін үйіне бардым. Анда-санда барғанда жалбырақтап алдымнан шығып, қуана-қуана қарсы алатын ағайым бұл жолы үйтпеді. Үйге кіргенімде теріс айналып, берген сәлемімді де алған жоқ. Оның орнына жеңгеміз сәлем алып, аман саулығымызды сұрастырып жатты. Ағамыздың мұндай мінезін бұрын көрмеген басым, апырмай, не болды екен? Ренжітіп алған жерім бар ма еді? Демкіреп, төрге барып отырып жатып байқадым. Жәкеңнің бет аузы көк пен көк, ұрған қолдың табы мен ісік екен. Тіпті екі көзі ашылмай қалыпты. Жаңа неге теріс айналып кеткенін енді түсіндім. Жүгіріп қасына барып, ойбай-ау, Жәке, не болған сізге? Кім сабады? Мен шошына сұрадым. Ол кісі түк болмағандай, ештеме, көшеде жүріп, жығылып деп сөзінің артын жұта берді. Жығылған емес, сабаған қолдың таңбасы екенін біле тұрсам да, өз айтқысы келмей отырған соң көп қадағаламадым. Сонымен шайға отырдық. Жәкеңнің бет аузы ғана емес, аяқ қол барлық денесі де сау емес секілді. Әрең қозғалып, әрең сөйлеп отыр. Сол жағдайын байқадым да, дәрігерге көріндіңіз бе? Деп сұрадым. Жоқ, ештеме де қалмас, деді сылбыр ғана. Содан кейін де біраз уақыт үнсіз отырып барып, басын көтеріп. Шырағым, мен мына дүниеде 50 жыл өмір сүргенде жақсылық, жамандықтың біразын басымнан кешірген едім, бірақ көрмегенім әлі ілгері екен. Құдайдан тілеп, жоқтан бар етіп, жаныма балап, аялап сақтап өсірген жалғыз ұлым мені отырған орнымнан тұрмастай етіп сабады. Қарғайын десем жалғызым, қарғамайым десем жалмауызым дегеннің күйінде отырмын. Жалғыз ұлды түрмеге жаптырғанда не барқадар табам. Өле қалмаспын, жалғыз ғой ол. Жаман болса да тірі жүрсін. Тек Жапардың жалғыз ұлы әкесін сабап өлтіріпті дегізбей, Алланың ажалы ерте келсе екен деп отырмын, деп кемсеңдеп жылап жіберді. Өз құлағыма өзім сенбедім. Бұл сәт менің көз алдыма жазғы тұрымға арық серкештің денесінде ғана денесі бар, адам емес, адамсымақ жаман Әлімбектің сиқы елестеді. Жалпақ қауым сыйлаған қадірменді қайран әке. Жалғыз ғой, деп қозғалмай отырып сабатқан ғой шамасы. Әйтпесе, Жапар ағамыз адамның жартысы Әлімбек тұрмақ, одан арғы біреулерге де сабата қоймайтын азамат. Ой, құрысын, жалғыз емес жауыз ғой ол, деп ойладым. Сосын Жәкеңнің көңілін аулайын деп далаға ертіп шығып, ана-мынаны айтып біраз тұрдық. Ол кісі баласы туралы ештеме деген жоқ. Тек қайта-қайта күрсініп қойып отырған. Бір заматта сонадайдан бір машина зымырап келіп, қасымызға тоқтады. Судай жаңа қызыл өңді Мерседес-Бенз. Бұл кім еді деп қарап қалдым. Машинадан алдымен Жәкеңнің жалғыз ұлы Әлімбек түсті де, аяғына тимей машинаның келесі есігін ашып, өтірік айтқан кісіге өзінен 2 шынтақ ұзын келіншегін түсірді. Екеуінің де оранғаны үлде мен бүлде, тағынғандары алтын мен күміс. Машинадан түскен кербез қатын бізге қарап бір бас изегендей болды да, күйеуіне қарап, әй үйт, сөйт, бүйт деп, онша айғайламаса да зілді үнмен бірнеше жарлық беріп еді. Бейшара Әлімбек есінен таяқ жеп зәтте болған асыранды күшіктей сипақтап қатынының ар жағына бір, бер жағына бір шығып тыздақтады.
Сөйтіп жүріп әйелін үйге кіргізгеннен кейін барып бізге бұрылып шүлдір қаға амандасып, маған қол ұсынды. Алдымда адам емес албасты тұрғандай сезілді. Өңімнің қандай болғанын білмеймін. Өз еркімсіз тісім шықырлап, жұдырығым түйіліп кетті. Осы сәт, қажеті жоқ қарағым, деген Жәкеңнің сабырлы дауысы естілді. Ләм-мим дегем жоқ. Үнсіз айналып жүре бердім. Жолда келе жатқанда да жаңағы әсерден арыла алмай қиналдым. Неткен опасыздық еді. Желкен қиылғыр осы жүгірмекті олардың қалай мәпелеп өсіргенін мен анық білем. Бертінге дейін әкесі мойнына мінгізіп, қайда болса сонда алып жүруші еді. Бұл сабаққа кіргенде 10 жыл бойы әкесі онымен бірге сабақ оқып, армияда болған 1 жыл ішінде 2 күннің бірінде барып, бауырсақ, ақша тасып, ұлының міндетін бірге атқарысқан. Бұл әскерден келген күннен бастап әкесі бармаған жерге барып, күндіз түні шапқылап, беттің арын белбеуге түйіп, ұлы емес өзі сөйлесіп жүріп, жаңағы қордың қызындай кербез қатынды алып беріп, дүниені дүріктіріп, ат шаптырып, балуан күрестіріп той жасап еді. Онан кейін қаланың ортасынан 4 бөлмелі үй алып беріп, аз-ақ күннің алдында барын шашып, өмірінде өзі де мінбеген батыстың қымбат машинасын сыйға тартып еркелеткен. О, жасаған! Сөйтіп өсірген жалғыз ұлдан әкенің күткені таяқ па еді тәйірі. Ондай болса аялап баққан ұл құрысын, қырмыздай құлпыртқан қыз құрысын, көресіні ұлықтан емес, ұлдан көрген күн құрысын. Елдің ертеңі болған еркешора ұл мен қыз жарқындарым-ай, не болып барасыңдар? Аялап сақтап өсірген ата-анасын сабаған ақымақ ұлға ату жазасын берсе де аздық етеді. Бүгін сендер ата-аналарыңды сабасаңдар, ертең сендердің ұрпақтарың өздеріңді бауыздап итке тастайтын болады. Осылай ойлаған менің 2 көзімнен жас парлап кетті. Жапар ағайдың басына тиген таяқ менің жаныма тигендей, қолды аяққа тоқтамай тітіркеніп кеттім де, жас бүркеген көзім шымылдықтана тұманданып, алдыңғы жағым болжаусыз болдыр көрінді.